Саламатсыздар ма балалар? Мен Қызылорда қаласындағы нөмірі 12-ші Ілияс Қабылов атындағы IT мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрманова Өрік Ердәулетқызымын. Бүгін бізде 9-шы сыныптың әдебиет сабағының тақырыбы Мөңке би Тілеуұлы және 4 тентек шешендік сөзі. Балалар, сонымен Мөңке би Тілеуұлы және 4 тентек шешендік сөзі тақырыбындағы сабағымыздың оқу мақсаттарына назар аударайық. Әдеби шығармадағы психологизмді анықтау, автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жасау. Балалар, біз бұл сабақта нені меңгереміз? Би шешендермен танысамыз, ұлағатқа толы тамаша сөз маржандарын оқимыз. Бүгін біз өз заманында ердің құнын 2 ауыз сөзбен шешкен Сұңғыла би келер күнді айнытпай болжайтын сәуегей және дала даналығының көрінісі іспетті ой тұжырымының тағылымды поэтикалық жырға айналдырған жырау ретінде танылған тұлғалардың бірі Мөңке бидің даналық ойлары мен нақыл сөздерінің мазмұнын түсініп, болжамды, көрегенді ой толғамдарындағы психологизмді анықтайтын боламыз. Мөңке би кім? Мөңке би Тілеуұлы белгілі би әрі жырау, Әбілқайыр хан кеңесшілерінің бірі болған. Шамамен 1675 жылы дүниеге келген, қайтыс болған жылы белгісіз. Мөңке бидің философиялық толғаулары, риторикалық сұрақ-жауап, болжау, билік, кесім, шешім түріндегі мұралары өзіндік ерекшелігімен көзге түседі. Көшпелі тірліктің тіні бұзылмаған қоғамда заман аңысын аңдап, оның келешек кескін кейпін дәл болжай білу Мөңке би шығармашылығының басты белгісі. Енді баста айтып кеткен тақырыбымызда 4 тентек шешендік сөзі естеріңде болар. Ендеше бұл оқиғаны мына жерде менімен бірге отырып оқитын боламыз. Бұл оқиға қазіргі Ақтөбе өңіріндегі кіші жүздегі шекті руынан шыққан атақты Мөңке бидің бала кезінде болған екен. Жайлаудан күзеуге еңкейген бір бай көштен озып кетеді де 3 күн бұрын жоғалған түйелерін қарап жүріп, бір ауылдың ту сырттан өтіп бара жатады. Ауыл сыртында асық ойнап жүрген балаларды көреді де, жөн сұрамаққа бұрылып келіп, балаларға жолығады. Балалардың бірі байдың атын үркітіп жібереді. Оған бай ашу шақырып, ат үркіткен баланы тұра қуады. Бала шапанның етегі желбіреп тұра қашады. Байдың астындағы мінген байдал баланың етегінен үркіп, одан сайын мөңкиді. Асау байталдың басына ие бола алмай жатқанда, басындағы бөркі де ұшып кетеді. Байтал одан беттер туғылап, ала қашқанда бай аттан құлап басы жарылады. Және құлағанда мойны қайрылып кетіп, тіл тартпай қаза болады. Байдың сүйегін туған туыстары алып кетіп, арулап көмеді. 3 күннен кейін бай ауылының игі жақсылары жиналып келіп, адамдарының құнын даулайды. Екі ел арасындағы дау шешімін таппай, келіссөз бірнеше күнге созылады. Байдың байталдан құлағаны туралы әңгіме лезде балалар арасына жыр болып тарап кетеді. Ел аузындағы сөз де сан-саққа жүгіріпті. Ақылдының ақылы сарқылып, шешеннің тілі шаршаған әдеттегі бір отырысқа бала Мөңке қатысады. Әбден қиюы қашқан әңгіменің төркінін түсінген Мөңке шыдамы таусылып орнынан тұрады. Сонда бала оң қолын жоғары көтеріп, билерге сай биіктікпен жиналған жұртқа былай депті. «Е ағалар, уа құрметті билерім, сіздер бұл кеңесті тым ұзаққа созып жібердіңіздер. Қарап отырсам, бір шешімге келетінге ұқсамайсыздар. Бала деп сөз бермей қоймасаңыздар, бұл даудың билігін мен шешсем деймін» депті. Көпшілік баланың ықыласына разы болып, бір ауыздан билікті бердік, енді айта ғой депті. Сонда бала Мөңке
арқасы бар адамға ұқсап бір жөткірініп алып, түгел жұртты жанарымен сүзіп шығып, бұл кісінің өліміне кінәлі кімдер деп сұрайды. Бай жақтың адамдары бірінің аузына бірі түкіріп алғандай, төрттен тек, төртеуі құнды бөліп төлесін деп, асық ойнаған балаларды айтып жамырайды. Сонда мөңке, мұнда кінәлі тентек төртеу, ендеше сол төрт тентек құнды бөліп төлейтін болады. Бірінші, 1000 жылқыдан бір жуас ат тауып мінбей, асау байтал ұстаған, елде адам қырып қалғандай асық ойнаған баладан жөн сұраған бай тентек. Екінші, өмірі адам көрмегендей баладан үркіп, қарадай тулап, байды жыққан байтал тентек. Үшінші, баста тұрмай ұшып кетіп, жерде домалап байталды үркіткен бөрік тентек. Төртінші, байталды үркіткен бала тентек. Ал енді ердің құны 100 жылқы депті. Мөңкенің бұл шешіміне разы болған екі жақтың адамдары дау-дамайсыз тарқайды. Айып 4-ке бөлінеді. Сөйтіп, байталды үркіткен бала айыптың 4-тен бірі, яғни 25 жылқы төлеп құтылады. Бұл бала мөңкенің болашақ би болуының басты себеп болған оқиға деседі. Енді балалар, осы жерден тапсырма, мәтіндегі 4 тентек ұғымына әдеби талдау жасаңдар. Жақсы, бір шама ойларыңды жүйелеп алғанға ұқсайсыңдар. Енді балалар, бағанадан бері айтып жатқан психологизм деген ойды таратып айтайын. Әдеби шығармадағы психологизмді анықтайтын болсақ, яғни саясат пен әлеумет арасындағы қайшылықтың шиеленісуі туралы концептуалды идея көтеріледі. Демек, қазақ қоғамындағы саяси әлеуметтік кеңістік генезисінің ішкі сырынан хабар беретін бұл психологизмде әлеуметтанушылық зерттеу принципі, мұнда әлеуметтік процестер мен құбылыстар психологиялықтың туындылары деп сипатталады. Психологизм принципінің рөлі мен маңызын әлеуметтік өмірдің психологиялық механизмдерін жете зерттеген америкалық социологтар асыра бағалады. Әлеуметтанудағы психологиялық мектептің өкілдері адамдардың бейімділіктері мен эмоцияларын әлеуметтік процестер динамикасының негізгі факторлары деп пайымдады. Социологияның дербес ғылым болып даму нәтижесінде бұл принциптің едәуір әлсіреуі болғанымен, ол жойылған жоқ. Оны белгілі бір шамада тұлғаралық қатынасты зерттеушілер символдық интернационализмнің, феноменология мен этнометодологияның өкілдерін ұстанады деп түсінік береді. Бұны әрі қарай жете түсініп, тағы да талдап оқитын боламыз. Енді балалар, бағанадан бері Мөңке бидің болжауын, Мөңке бидің даналығын бірде тамашаладық, иә? Енді Майқы би өз заманда ердің екі ауыз сөзбен шешкен соңғыла би, келер күнді айнытпай болжайтын сәуегей және дала даналығының көрініс бетті деген бағанағы сөз орамы осы жерде есімізге түсіп отыр. Енді аз сөзде көп мағына әдісімен Мөңке бидің болжаған сәуегейлік сөздерінің мағынасын жазайық. Алдымен оқып алайық, сосын ойымызды бір ауыз сөзбен түйінін жасап көрейік. Ала шұбар тілің болады, дүдәм алдау дінің болады. Болжау балалар бұл. Ат жақсы арбада болар, жігіт жақсы саудада болар. Жақсыны алар жезбенен, іріткі салар сөзбенен. Яғни балалар, бұл өміршең Мөңке бидің болжамдарының мәні қазіргі күнде де өз мәнін жоймаған сияқты. Яғни ойымызға оралып отырған бірнеше көріністер, бірнеше оқиғалар, бірнеше шығармадағы іс-әрекеттер қазір осының дәлелі іспетті ойымызға келіп отыр.
Енді балалар, біз үйге тапсырманы сол Мөңке бидің айтқан болжамдарын пайдалана отырып, менің заманымның келбетті атты тақырыбында ой толғауға жазуға беремін. Жақсы, сау болыңыздар.